Достар, қалайсыздар? Қайырлы күн. Бүгін біз замороженный скумбрия овощимен тушить ететін боламыз. Неге? Духовкада. Оған бір скумбрия замороженный, свежий замороженный. Сосын картоп, морковь, шуа керек болады. Скумбрияны бірінші басын алып тастаймыз. Мына жерінен біз арқа жағынан кесеміз. Бізге мына несін қабырғасын алу керек. Сол себепті арқа жағынан кесеміз. Қараларын алып тастаймыз. Әйтпесе горечь беріп тұрады, ащы, қышқыл, неприятный. Осыны жуып аламыз. Осындай ашылу керек. Міне жуып тазалап алдық. Үлкен қылқандарды алдық. Әлі де бар екен іште. Үлкен қылқандарını тазартамыз. Бұлай кесіп шығамыз. Мына жерден кеспейміз. Шеттегі мякоть кесеміз. Бұны осылай қоя тұрамыз. Енді қазір соус дайындаймыз. Соус дайындаймыз. Балыққа, скумбрияға майонез, бір столовая ложка соевый соус. Соевый соус болмаса, тұз салыңыз. Сосын лимон. Скумбрия лимон жақсы көреді.
соусымыз дайын. Енді лимон кесеміз. Соусымыз дайын. Қазір противенге қойғанда жағамыз балыққа. Енді екінші неміз дайындаймыз. Екінші соусымыз. Так. Қайта. Морковь жуамыз саламыз. Балықтың бетіне шамалы жуалып қаламыз. Соус саламыз. Сосын қаймақ. Морковь дайын. Соусымыз дайын. Балық дайын. Енді реттеп салуға қалды. Противенімді алам. Түбіне мынадай қағазым бар мен. Многоразовый. Соны жаям. Сіздер противенге май жағып қоя берсеңіздер де болады. Енді біздер бірінші картопты қоямыз. Андай тонкий қылып кессеңіздер, тез піседі картоп. Балық тез піседі, тек картоп піскенше ғана қоясыздар.
қойдық, бетіне тұз себеміз. Кейін жуамыз бен морковымызды қоямыз бетіне. Мен манадан бері түсіріп жатырмын деп ойлап тұрсам, түспей қалыпты. Жаңағы балыққа жасаған маринадымызға балықты нетіп аламыз, малып аламыз да, осылай морковь жуанның бетіне қоямыз. Осылай духовкаде 40-45 минут пісіріп аламыз 180 градуста.